Қысқасын айтқанда, мен қаһарманмын. Бұл әдеттегідей күн болатын. Мен үйде ішім пысып жаттым. Былай жаттым, отырдым, секірдім, әйтеуір білгенімді істедім. Алайда менің ішім пысқан болатын. Мен сабағы орындаймын деп шештім. Мынаны мектепте оқып қойғам. Мынаны ертең мектепте оқимын. Мынаны оқымасам да болады. Мынау вообще керек емес. Болды, сабақ орындап біттім. Мен далаға жаттығу жасайын деп шықтым. Ал енді жаттығуға кірістім. Қыздарский отжимание жасадым. Және де жаттығу жасадым. Тоқта, бұл дұрыс емес. Мен 15 круг жүгірдім. Бірақ бұл круг тым кішкентай болатын. Басым айналып, құлап қалдым. Кенет мен күдікті жерді көрдім. Бұл жерде метеорит құлаған деп таңғалдым. Бірақ сиырдың тезектері де жатқан болды. Және де туалет. Не айтып кеттім, ойбай. Не болса да осы жерге барам деп ойладым. Бірақ дәл осы сәттен соң мен отжиманияны көп жасап, және де Майкл Джексонмен билеп, және де бұрынғыдай өтірік жүгірмейтін болдым. Және де менің күшім көбейді. Көмектесіңдер деген дауысты естіп, мен құтқарам деп шештім. Қысқасын айтқанда, мен қаһарманмын. Достар, басқаша түсініп қалмаңдар, және де лайк басып арнаға тіркеліңдер. Шамалы болсын күлкілі болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.